Ассалаумағалейкум достар, сізде мен Вирсус. Бүгін біздер Still in the Flash 2 ойыны жалғастыратын боламыз. Білесіздер, алдыңғы бөлімде біздің отряд жинаған болатынбыз, но потом мен ақшаның бәрін құртып алдым байқамай. Соғыста ұтылып қалдым десем де болады. Бір шайқаста, менің атыма пираттар қалмай. Тек шайқасу ғана керек болды сол кезде. Бәрінен айырылып қалдым. Қалған ақшаның бәріне армия сатып алған болатынмын. Енді біз кішкене ақша табу керек. Сол үшін кішігірім ауылдарға барып шабуыл жасау керек секілді. Әйтпесе бізде көріп отқаныңыздай 700 монета қалды. Артынан олар аш болып қалса, ештеңе таппай қаламыз. Сол үшін мынандай кішігірім бұл жақта да лучниктер жоқ екен, әзірше слабый екен. Сол үшін автобоймен көре салам. Әйтпесе енді шайқасып отыруға уақыт жоқ әзірге. Тек санда үлкен шайқастар болған кезде мінекей мықты. Сол кездерде ғана шайқасып жатқанымызды көрсететін шығармын. Әзірше осындай автобоймен өткізіп тастаған дұрыс секілді. Әйтпесе әр ауылға шабуыл жасағаны көрсетіп отқан қызық емес секілді. Бізде мінекей ойбай, мыналардың бағасынан басың айналады, базар жоқ, қымбат екен. Біз мінекей 6-ға сатып жібердік, өте жақсы сделка. Бізге ешкім келісемейді, алудың қажеті жоқ секілді. Сразу барып өліп қалады бұлар. Армиям демалып болды, енді жолға қарай шыға берсек болады. Әзірше мінекей 33 адам. Лижермаш па? Что-то дұрыс көрінбей тұр. 33 екен. Мінекей осында қарай шақырды, бару керек. Қазір көріп жіберейін. Бізде фуаға мінекей атака жасап жатыр екен. Сол жаққа қарай барып қайтсам деп отырмын. Бар жақта грабительдер жүр екен. Алысып болмағанда барып олармен де шайқасу керек еді. Біздің заңып кетті. Жалпы енді мен осы Польшада зат істеп жүрмін, бірақ маған ешқандай зат берген жоқ. Король боласың, анау. Жалпы мен бұл Польшадан шығып кететін секілдімін. Өзімнің королевствомды ашып кішкене көтеріліп алайын. Сосын шығып кететін болам. Мінекей біз бұл жақта шайқас болып жатыр екен. Көмектесейік. Защита алсақ, 390-ға 431 дейді. Бұл жерде ұтатын шығармыз деген ойдам. Өйткені біз защитада тұрық. Ал защитада кішкене мінекей айтқандай еш қиындықсыз ұтып жатыр пайзи. Майыналар бүкіл армиясы қырылып қалды. Бізге көптеген нәрселер берді. Мінекей көтерілдік. Енді білмеймін, енді қайсысын дамыту керек екенін нақты әзірше білген жоқпын. Өзіме керектілерді дамытып тастайтын секілдімін. Атлетикпен Буэнос-Айресті көтеретін шығармын. Мына жақта сбор трофейді көтеріп тастадым. До конца әйтпесе. Ақша көп алу үшін істеп жатырмын бұны. Мінекей бұл қалаға барып сатып жібердік. Жалпы енді арбалетчиктерді алуға тырысам, өйткені пайдасы жоқ. Шынымды айтсам, жаяу жүгіретіндер сразу өліп қалады. Барам дегенше щит та қолданбайды. Ал лучниктер алсын, қырып тастайды сразу. Сол үшін олар кішкене пайдасы көбірек, чем обычный солдаттарға қарағанда. Нормальный адамдар бар ма екен? Садақшыларды ғана жинайтын болам. Мінекей лучниктер бар екен, нормально. Ақшаға да қарап қою керек. 4000 ғана қалыпты. Мінекей әдемі. Ақшам бітіп қалды сразу. Енді кішкентай бір грабитель банчтарды ұстап алу керек. Мінекей өзі де келе жатыр. Что-то слабый көрінеді екен. Қашып кетті, жаман криса екен. Соғыс болатын қалаға қай жағына қашып кетті. Мінекей екіншісі. Что там, не істейсің? Ақша бересің бе? Көреміз. Ақша бермейді екен. Онда болса атаковать етіп тастайық. Бізде потеря аз екен. Мінекей нормально пойдет. Кішкентай ондай қатты бізге ауыр зат түсірген жоқ. Ешкім бізге келгісі келмейді. Білмеймін неге екен. Польшада адамдар маған барғысы келмейді. Бірақ қажет Рим жақтардағылар маған келеді. Мінекей Римдағы адамдар мықты екен.
арбалетпен атат, біздікілер садақ па, түсініксіз. Жалпы керек емес, мінекей атыратынды көріп отырсыздар. Ланек дейді, ланек қай жақта? Мына жақтағыларға бара берейікші. Кішігірім ауылдардан тонамасым, ато что-то ақша жағынан қиналып жатыр енді. Бүкіл армияны асырау керек енді. Опа, мінекей мынау жақсысы болды кішкене. Анаға деспей қойын. В общем, қалаға барып сатып тастайын заттарымды. Иә. Отношением нормальный екен, кішкене. Көрейік енді. Ой. Мінекей 10 мың болды, нормально. Алар что-то уже зат болып жатыр, бұзылып кетіпті. Сатып жіберейік оларды, керек емес. Сонда да бірақ адам таңғалмайды екен. Мемлекет дамып жатыр. Бұл айтпашы, дамыған сайын элитный бола береді екен, мықты. Қай жаққа шақырып жатыр енді. Лагерь құра тұрайын. Ана жақта уже менің ауылымды қырып тастапты, уже жап-жаңа алған. Мына жақта соғыс болып жатыр екен, соған бару, көмектесу керек болып тұр енді. Қазір барамыз оғанда. Менің ауылымды қирап тастапты. Жалпы менікі емес, жалпы Польшаға беріп жатырмын, бұл қатысы да жоқ екен. Потом аларымыз, оны да өзіміздің қалаларымызды алмасақ, әзірше бұдан пайда жоқ, кішкентай ауылдардан түкте пайда жоқ. Керісінше оны қайта жаңағыдай бандиттер алған бізге кішкене көп пайдасы бар. Жаққа барайық, ана жақта соғыс болып жатыр екен. Мына жақта біздікілер енді бір қаланы қоршап тастапты, еще англичандар бар екен, базар жоқ. Кейбір еще 1300 дейді, аналарды 125 екен. Даже без проблем алып тастады ғой. Опа, мінекей алып алайық. В общем, мінекей. И сататындар қайда? Рынок, мінекей, продать вещи 5 мың. Нормально ақша пойдет, бір түйір. Сауыттан еще мына қаншама адамның ішінен 10-ды алып кеткен жақсы ол. Қазір енді лучниктарды іздеу керек. Ала салайық, что-то басқа жоқ еді. Қалғандарыма жетпейді. Что-то болғанда смело атып тастаймыз. Енді 10 адам бар екен. Опа, мінекей арбалет берді, бізге базар жоқ. Арбалеттер нормально тұратын шығар бағалары. Қалаларға бара берейік, жаңа англичандар жүрген. Бізге көмектескен, енді көтеріп тастайық бұларды. Что-то көріп едім, жаңағындай слабый адамдар ала салып едім. Типа уровендер көтеріле ме екен деп. Что-то әзірше чисто азайып жатыр, өліп қалып жатыр ғой. Что-то мінекей көтеріп тастайық. Сатып алайық деген, то есть көтеріп алайық деп. Жалпы садақшылар көп керек, ертең біз соғысқан кезде. В общем, нормально пойдет. Охо, ақша жоқ, ақша нормально. Сатып алу керек болып тұр енді. Олар жаман жидеген, базар жоқ. Бірақ қарайған отряд. Еще адам примерно 60 адамдай. Енді оларға көп тамақ керек, базар жоқ. Енді кілең, элитный, анау-мынау сауытпен жүреді еще. Әзірше енді что-то ой жоқ, енді Польшадан кететін. Кету керек енді. Армияны көбейтіп алдым, енді кетсек болады, енді мына Польшадан шығып кетсек болады. Енді қай жаққа барсам болады. Конский сұлтанат жаққа баратын секілдім, что-то адамдарын қарап отырсақ азғантай. Ең слабый пайда осы, бірінші қорқып кетейін деп тұр екен. Соны кішкене давить етіп кетейік, енді кімнен шығып кету керек? Кланнан. В общем, Польшадан шығып кету керек. Оны қалай шықсақ болады екен, көру керек енді. Қаласына барып шыға алмаймыз да, пайда жаңағыдай корольге барып ату керек шығар. Мына жақта енді ештеңе жоқ екен. Қазір тау болып, содан шығып кеткен дұрыс секілді.
жалпы орта жақтар қиын болады енді, шет жақтан алған дұрыс еді, бірақ шет жаққа барып келіп жүру қиын да ол. Ортадан алсақ ортадан ала беретін секілдімін. Қазір енді король тауып алу керек. Харьковқа бара берейік енді. Харьковта бар шығар, мінекей уже үшінде примерно біреу отыр екен. Соған барып сұрайық енді, король қайда екен, либо сонымен шығып кетсек болады шығар, көрейін. Мінекей владелец бірдеңе дейді. Қазір кім екен сұрап алайын. Оның атын да білмейді екен енді. Герцог анау танымаймын атын. Король біздің атын білмейді екен, мен сұрап алайыншы кім екен өзінің. Король из государств Польша дейді. Мен король ба? Түрін қара. Шал ма бірдеңе, осы король екен. Онда болса қазір тауып алайын. Мінекей присягадан отказ жасаймын. Ты действительно хочешь нарушить клятву и отказаться от присяги дейді. Конечно дейді. Подлец анау жамандап қарғап отыр. Бізге бәрібір неше 29 адам бар екен. 161 адаммен массивный командамен проблема емессің ғой сен, короче дейсің де кетіп қаламыз. Енді ақша табу керек. Мінекей бантиктің алдынан шығып алып ұстап алайық. Опа, что там? 161 адаммен смело атасың. Опа, мінекей шамал екен енді. Кожаный киініп апты, базар жоқ. Мына жаққа бара алмаймын енді. Алып алайын командама, артық етпейді. Бізге барбекан енді біздікі қалай емес, сол үшін кете береміз. Жалпы Европадан кетіп бара жатырмын енді. Кішкене зат жаққа баратын сияқтымын. Азияға. Конский сұлтанатты жаулап алам дейді. Бұлар уже жоқ та екен, базар жоқ. Қаласын бәрін қырып тастаған екен. Ал менде ақша 193 мың болды. Что-то кішкентай ауылдардың бәрін қиратып жүремін. Моңғолия войнасы жүрген базар жоқ. Енді солай Римский империя дейді. Оңайды өзіме мықты. Всегда адам береді жүр. Итежниктер дейді, базар жоқ. Пайда жоқ, енді кеттік ары қарай. Кішігірім ауылдарды тауып алу керек. Мінекей уже государство болып қалдық қой. Мен жаулаймын, бандиттер алып кетеді. Мен барам қайтадан. Ақша үшін жүрмін, чисто ақшамен. А так пайдасы жоқ ауылдар. Мыналарды смело бір адам өлтіріп алам, бірақ мына бандиттар ішінде бір адам табылып қалады. Сонымен толтырып жүрмін ғой, чисто без потери. Ауылдарды жаулай береміз, басқа ақша табу керек енді. Бір қалаға барып атаковать етем ба десем, маған айтады, осадное оружие керек деп тұр. Сол үшін соны алайын деп ақша жинақ қойдым. И мінекей. Что-то осыныкіні қазір қай жақта еді? Мінекей осадное оружие дейді. 80 мың дейді, базар жоқ, енді осыны аламыз. И мынаны да ала салайық енді. Артық етпейді, зиян жоқ. Ақша мазақ болса, налог қылсам бірдеңе алып алатыны бар еді, содан абай болу керек. Нақты қашан алатынын білмеймін, бұнда бір ақша керек кезде алып кетеді бұларды, соған опасно. Мен зат екен ғой, оказывается долг бар екен ғой. Мен оған мән бермей жүрмін, чисто зат деп жүрсем. Андай салық төлейтін кезде, или адамдарға ақша беретін кезде 0 болып қалса болды, сұрамайды шығар деп жүрсем. Оказывается, оны артынан сұрайды екен, базар жоқ. Басындағылардың бәрі өтіп қалған шығар. Отрядым шаршапты, енді демалу керек. Әлі күтіп отырмын, что-то толмай жатыр енді. 36 тиын қапты. Опа, мінекей. Жалование солдатов, анау, доход деревни дейді. 7 мың ба, 70 мың ба, сондай қарыз екен. Әйтеуір ақшамды салыпсам жақсы болды. Қазір бүкіл ақшамды құртып жүретін еді. Енді плюста қалдық. Что-то әзірше тағы бір ұсталып қалмасам болды. Главное, әзірше что-то ақша нормально құртып тастаған едім. 36 тиын алыпты. Кішкене ақша жоқ деп ойлап қойған шығар енді.
кішкентай ауылдарды тонап ақшамды жинап алғам. Енді 91 мың болды. Әзір опа, ё-моё, қанша ё-моё, бүкіл ақшамды сразу алып алғам, базар жоқ. Енді түк қалмады, жаңа тамақ ала салуым керек еді. Что-то қимап едім, ана жақтың тамақтары что-то не очень арзан типа да, кусок ет па сондай. Енді что-то енді дым қалмады, не істейміз білмеймін. Кішігірім заттарды тонау керек секілді, деревня анау мынау. В общем, келесі бөлімдерде бір замктарды жаулайтын боламыз. Әзірше осы видео аяқталды, достар. Сіздерге ұнаған болса лайк басып каналға тіркеліп кетейік. И және де мен білмейтін бір секрет анау мынау болып жатса айтасыздар ғой, короче. И онда сіздермен мен Вирсус, қош, сау болыңыздар, достар.